Ақ келіп қиылғасын ай көкейден алуан жырлар қиылғасын қиылғасын сібірдің өз басындағы еркі бар мен ай сөйле деп көп жамағат ай бұйырғасын ішінде мен адайдың сүгірдім ай сұм жалған өтеріңдің ай біліп едім біліп едім қол соғып құшақ жайып құрмет еткен ай айналдым ағай жеңгем ай інілерім інілерім ал сыйлық қабатын кізіп шапан жапқан ай ырзабыл ағай жеңгау келіндерім белгілі атты білді сүгірдім кетіп тұр бойдан қашар кемеңгерім ал аман бол көре алмасам адайларым келмесін жас өмірдің абайладым ай адайдан абылдырым қарт қашаған кешегі сәтті қолдай болмасам да елу жыл мерекемді амалдадым бүгінде тағам тартып біздің мынау аударып атауын ұстылған жерді ай балдарға кәрілік жағын хабарладым күнінде топқа түскен томағалы арғымақ алсын жүрек болсам дағы бүгінде бәсім кемалы шабандадым шабандадым аман бол ай келіндерді құдайға адайдың екі баласы ай бәлен байтақ десем де өзгені айтып не қылам әр рулы келдердің өткен шығары күндің ай бұлбұлдың шайырдан асай бәлен байтақ десем де сөзімді қате деген жоқ ау дейлеріма кез келген кіші жүздің баласы ай әр жағы бөтен демеймін қазақты күліп байқасам алшы мен кеншебек ауылай өзбек менен түрікмен мен бұлардың да көрдім саңлағын баяндап айтсам жігіттер көпірден қоштасып мәжіліс тудың қалған ай кеудеден кешешіп жан қосесен болың артта ай келін берді құдай кем халқымның асыл шаңырағы ай бәрекелді қошаман бол қалған ел халқымды жинап алғалай батиқамдың ай мынау алған ел ай қоныс тонауып туған жер жетіп ай өзен маңғыстау еңескен ай жауды қуған жер айналып та қоныс ай жеріме сапарда едім ай жақсылар біздің де күннің ай шүкірәсі болмаған екен ай ажалға ешкімнің айла шарасы ай кешегіде өткен қарасым әбу бәкір ай келдері мені қазақпын ай дегенде ол құласының ай бағасы сол әбу бәкірдің соңынан адайдан да өткен ай абылым қалай берешегіне тарихалай сөзбенен ақын ай табылым онан да шыққан ай соңынан жаманнан адай ай нұрымын іздегенмен ай таппайсың тағы бірде жерде орынын қашағанда өттің ай шайырдай егесе дұшпан ай айырған сол қашекемнің ай соңынан қарт сәтті құлай кешегі қалғанада қалған ай бақына заманының заңында айтпасам да болар ед көңілге келдің ай
аяғым тағына 12-де перзент-ай қарасам артымда қалған-ай бір жоқ алшаңда бір күн ой ағаның өтті ғой басынан дүние боқ сол сәт екемнің соңынан ескелді сүгір-ай менің қайнаған бұлақ-ай көледім алдыма да шықсаң-ай біреулер тілменен талай бөгедім мен тізгінімді-ау бермедім аңсаған аға жеңгейлер ендігіде ерді еркімді өздеріңе берген мінәлі рас арқылып та балдар-ай шөлдедім бәрекелді шабыт ендігі ауылға да сүгір-ай келді деп ордасында талайлар сайлаған ақшаң ауырмай жезқаман-ай кең дастархан-ай жайнаған ағаларда елің-ай аман бол келді-ау делік-ай шаршыда жеңгейлерімді-ай бар едің-ай ботадай көздері жайнаған талшыбықтай-ай бұралған маржандай тістері құралған талайда менің-ау үстімден-ай мырзада қайным-ай келдік шығады алмаған құмардан жырлашы қайырмау дегенде талайда жердің-ай жырладым-ай әзірінде тауып-ай келдім ай мынау әзілде өше едім-ай жеңгенмен ал інелерімде бар еді сүгірде ағам-ау келді деп ат шаптырып-тау айғайлап-ай қаларында салған-ау еліне тарқатқанда менің-ау даңқымды мәжілісте айтар ем жеріме көңілімде құрғыр ой мастанып бешіре беріп жігіттер-ай адайдың да салған-ай жолымен айдай-ай 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 бәрекелді сауыш ал ырза бол енді қалған жалпы қалам кеудеден қайнап шыққан талай бірім-ай бір алла алам десек арманым жоқ шайқадым дүнияның талай түрін ат мініп алсаңдадым жас кезімде кешегі 20-ның тентегінде ай жігіттер ойлап бедік алдымызда 75 ұтай деген кезегінде 20 мен 25 пен 30 жасым ол күнде орғаянда ұйттым торға керегінде 40 жасқа қылауладым сөйлемей мәжілісте отыра алмадым келгенде 50 жасқа уа жігіттер аралап талайдың алай құмарладым абай тоқтата алмайсыздар ал кешегі базарым бастау барында той жүзі талай топқа алақтадым біздерге шақырушы келіме деп мен талай қыр басына шығып жан жаққа сәбилердей алақтадым ол күнде мінетұғын уа жігіттер мынандай ұшқыр жігіш мәшін қайда шүйдесе жермейтұғын тұғыратпен тепкілеп талай топқа мен салақтадым алғалық менде өкпің бар ма елу жыл мерекеңді уадақтадым балдарың сау саламат жігіт болып ілгері тарта бесін алай талаптарың бәрекелді бәрекелді сауыш Алейкум ассалаума кәрі жасым бір туған бір анадан қанадасым қаралбақ өзбек қазақ әртүрлі тама бір туған бір анадан бауырласым мен өзім адаммын осы араның бәрінде менің құрбы дос жараным сіздерге жырмен арнап шашу шашам атынан кие тұрау бес саламым балықтың сүйгенісі сауық сайран жақсы сөз науқасыңды алар бойдан халқымыз бойы сауық тамашаға жиылып келе берсін боймен қырдан қазақтың баласымын тегім әлім белгілі әрбір жерге атым әлім
кәсібім мына құрылысшылық болып істені, бір жүрек көңіл жақын көңілдеспені, қолға алған жұмысымды орындамай жерім жоқ, тастап кеткен бітірместен. Қызық қой құрылысшылық қай өнерден, ісіңнің игілігін халқың көрген, қуатып жүрегіңе қуат береді, сәбидей дүниеге жаңа келген. Дөксет Қарақалпақтың астанасы, ақынның бұл шамасы бастамасы, болғасын атасы бір, анасы бір, белгілі бірін-бірін ау тастамаса. Мына қазақ пен Қарақалпақ бір анадан, айтым ғой жақындығым мен манадан, біреу түгі тайыз айырады түсінбей мәнісіне құрдаладан. Қарезім ата жұртым бес қалалық, жерлері туған елдің еске алалық, көжелі шымбай қоңырат тақта көпір, бір жаға үргенішпен ау екі аралығы. Бұл жерде қалыбысы болған қандар, түсінген мәнісіне сөзімді аңдар, дұшпаннан елін қорғап батырлары, өтіпті сол заманда керек небір жандар. Күмбездеп ер қосайдың халық басын, күнінде батыр болған күші басым, самдағы бараққада ас беріпті көтеріп көккөрлетіп айдара жасым. Ескім сырымға да үй салатып, қастерлеп өткендерді еске алатып, сыйласа бабалардың аруағын деген бар өніп өсеткен болмас деп. Ерлігі ерсөз өткен қазақ халқы, ерлігін ел ішіне етіп талқы, есеппен Жанқожаға ас беріпті шақырып жан жақтаға елдау жалбы. Көбейсін еске алушы бабаларым, үздірмей бір-біріңнен араларым, ас берін күмбез салың өздерің білді, сыйлаңдар келгені жаңа шамаларым. Мына Ерназар Алакөзді үлкен кісі, олдағы заманында болған кісі, тіптеліп бір адамға қарағанда өнменнен өте тұғын болған кісі.